Параграф 43. Функцияның графикіде жүргізілген жадабадық тегдеуі. 43-те бірінші есеп. Мұнда x тег x долевой нүктесіндегі y тег f от x функциясы графикіде жүргізілген жадабадық тегдеуін жазу қажет. Бізде бірінші берілген y тег 2x квадрат минус 5,5. Мұндағы x долевой біз тең минус 0,5-ге. Біз бірінші жадабадық тегдеуін табу формуласын жазып алайық. Y тег болады f x долевой қосылған f от x долевойдың туындысы көбейтілген x минус x долевой. Бірінші біз f x долевойды тауып алуымыз қажет. Ол бізде x долевой біз минус 0,5-ге тең, 2 көбейтілген минус 0,5-дің квадраты минус 5,5. Бұл тең болады минус 5-ге. Келесі екінші бізде f x долевойдың туындысы табу алу қажет. 2x квадрат минус 5,5 туындысы тең болады 4x. Енді 4-тің орнына минус 0,5 қоямыз. Бұл тең болады 2-ге, минус 2-ге. Осы формулаға салатын боламыз. Y тең болады f от x орнына минус 5 плюс минус 2 көбейтілген x минус x долевойдың орнында минус 0,5 бар. Тең болады минус 5 минус 2x. Мұндан минус пен минус плюс болып 0,5-ті 2-ге көбейтсек 1 болады. Минус 1 тең минус 2x минус 6 болады. Келесі екіншісі y тең 0,2x квадрат минус 4. Мұндағы x долевой біз тең 2-ге. Y тең fx долевой плюс fx долевойдың туындысы көбейтілген x минус x долевой. fx долевойымыз тең болады. X долевойдың орнында бізде 2 бар. Яғни 0,2-ді көбейтеміз 2-ді квадратына минус 4. Тең болады. 2-ді квадраты бізде 4. 4-ті 0,2-ге көбейтсек 0,8 болады. 4-ті азайтсақ минус 3,2 болады. Мұнда x долевойдың орнында 2. Келесі f x долевойдың туындысы 2-ді қойып жазайық, тең болады 0,2 x квадраты минус 4-дің туындысы тең болады 0,4x. Әрі қарай 0,4 көбейту 2 тең болады 0,8-ге. Енді осылай формулаға қойсақ, y тең болады fx долевой бізде минус 3,2-ге тең болады 0,8 көбейтілген x минус 2. Минус 3,2 плюс 0,8x минус 1,6 тең 0,8x минус 4,8. Келесі үшіншісі y тең минус 3x квадрат минус x. Мұндағы x долевой біз тең минус 2-ге. Y тең fx долевой плюс fx долевойдың туындысы көбейтілген x минус x долевой. fx долевой бізде f минус 2. Минус 3 көбейтілген минус 2-нің квадраты минус 2. Мұндағы минус пен плюс 2 болады. Тең болады. Минус 2-нің квадраты бізде 4. 4-ті 3-ке көбейтсек минус 12. Минус 12-ке 2-ні қоссақ минус 10. Келесі f минус 2-нің туындысы тең болады. Минус 3x квадрат минус x-тің туындысы. Минус 6x минус 1. Тең болады. Минус 6 көбейтілген минус 2.
минус 1 тең болады. Минус 6-ны минус 2-ге көбейтсек, бізде 12 болады. 12-ден 1-ді азайтсақ, 11. Келесі формулаға қоямыз. fx нолевойдың орнында бізде минус 10 плюс 11 көбейтілген x плюс 2 болады. Минус 10 плюс 11 x плюс 22 тең 11 x плюс 12. Келесі төртіншісі. Y тең x квадрат минус x-тан 1. Мұндағы x нолевой тең 3-ке. Y тең болады fx нолевой плюс fx нолевойдың туындысы көбейтілген x минус x нолевой. fx нолевой, яғни f3 тең болады 3-тің квадраты минус 1 бөлінген 3 тең 6 минус 3-тен 1. Бұл тең болады 9. Мұнда 3-тің квадраты 9 болады. 9 минус 3-тен 1 бізде 8 бүтін 3-тен 2-ге тең. Ал f 3-тің туындысы тең болады. X квадрат минус x-тан 1-дің туындысы тең. 2x минус x-тан 1-дің туындысы бізде минус 1 бөлінген x квадрат. Бұл тең болады 2x плюс x квадраттан 1-ге. Тең x-тің орнында 3 бар. 2-ні 3-ге көбейтсек 6 плюс мұнда 9 болады. 9-дан 1. Бұл тең болады 6 бүтін 9-дан 1-ге. Y тең болады. fx нолевой бізде 8 бүтін 3-тен 2-ге тең болды. Плюс 6 бүтін 9-дан 1 көбейтілген x минус 3. 8 бүтін 3-тен 2 плюс 6 бүтін 9-дан 1 x минус 3-ті 6 бүтін 9-дан 1-ге көбейтсек, бізде 18 бүтін 3-тен 1 шығады. Сонда тең болады 6 бүтін 9-дан 1 минус 9 бүтін 3-тен 2. Мұнда x бар 6 бүтін 9-дан 1-дің. Келесі 43-те екінші есеп. Мұнда функцияның графигіне жүргізілген жанама ox сөзіне параллель болатында x-тің мәнін табу қажет. Бізде y тең 2x квадрат минус 8x. Бұнда ox сөзіне параллель болатындай x-тің мәнін табу үшін y-ті туынды алуымыз қажет. Бұл тең болады 4x минус 8-ге. Енді осы шыққан мәнді 0-ге теңестіреміз. 4x тең 8-ге, x тең 2-ге. Бізде бірінші есебімізде x-тің мәні 2-ге тең. Келесі екіншісі y тең x квадрат плюс 8x минус 5. Осыдан туынды аламыз. Бұл тең болады 2x плюс 8-ге. 2x плюс 8-ді теңестіреміз 0-ге. 2x тең минус 8-ге, x тең болады минус 4-ге. Келесі үшіншісі y тең 2x квадрат минус 8x плюс 5-ге. Енді осыдан туынды аламыз. Бұл тең болады 4x минус 8-ге. 4x минус 8 тең болады 0-ге. 4x тең 8-ге, x тең 2-ге. Бізде үшінші есепте x-тің мәні 2-ге тең. Ал төртіншісі y тең болады x минус x квадрат. Осыдан туынды алсақ 1 минус 2x. 1 минус 2x тең болады 0-ге. 2x тең 1-ге. X тең 0,5-ге. Келесі 43-те үшінші есеп. Мұнда абсцисса өсімен қиылысу нүктелері арқылы y тең f от x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін табу қажет.
бізде x белгісіз. Сондықтан бірінші x-ті тауып аламыз. Бізде бірінші берілген f от x тең 4 минус x квадрат. 4 минус x квадратты теңестіреміз 0-ге. X квадрат тең болады 4-ке. X1 2-міз тең болады плюс минус 2-ге. Енді біз а жағдай деп алайық. Бізде жалпы жанаманың теңдеуін табу, ол бізде осы формула арқылы y тең fx нолевой плюс fx нолевойдың туындысы көбейтілген x минус x нолевой. Бізде бірінші x-іміз минус 2 деп алайық. f минус 2 тең. Осы жерде тұрған формулаға саламыз. 4 минус 2-нің квадраты бізде 4. Тең болады 0-ге. Келесі f минус 2-нің туындысы 4 минус x квадраттың туындысы тең болады минус 2x-ге. Минус 2-ні көбейтеміз минус 2-ге, тең болады 4-ге. Енді формула y тең. fx нолевой бізге 0-ге тең. Плюс 4 көбейтілген x минус бізде x-тің орнында минус 2, сондықтан 2 болады. Тең 4x плюс 8-ге. Келесі b-сы x-тің орнына 2-ні қойып есептейміз. f2 тең болады 4 минус 4 тең 0-ге. f2-нің туындысы 4 минус x квадраттың туында бізде минус 2x шықты. 2x шықты. Минус 2 көбейтілген 2 тең болады минус 4-ге. y тең 0 плюс 4. Бізде мына жерде минус 4, сондықтан минус 4 қоямыз. x минус 2 тең болады минус 4x плюс 8. Келесі екіншісі f от x тең x квадрат минус 9. X квадрат минус 9-ды теңестіреміз 0-ге. x1 2-міз тең болады плюс минус 3-ке. Бізде бұл жерде де fx тауып алу қажет. f минус 3-ті табайық. Минус 3-тің квадраты минус 9 тең болады 0-ге. f минус 3-тің туындысы x квадрат минус 9-дың туындысы тең болады 2x-ке. 2 көбейтілген минус 3 тең болады минус 6-ға. Енді y тең. Y тең болады 0 плюс минус 6 көбейтілген x минус x нолевой бізде минус 3 плюс 3 болады. Минус 6x минус 18. Келесі b. f 3-ті қойып есептейміз. 3-тің квадраты бізде 9. 9-дан 9-ды азайтсақ 9 минус 9 тең 0. f 3-тің туындысы тең болады 2 көбейтілген 3 тең болады 6-ға. Енді формулаға салсақ y тең болады 0 плюс 6 көбейтілген x минус 3 тең 6x минус 18. Келесі үшінші f от x тең 4x минус x квадрат. 4x минус x квадрат тең 0-ге. x4 минус x тең 0-ге. x1-міз тең 0-ге. Ал x2-міз тең болады 4-ге. А тең болады f 0-ді есептейік. 4 көбейтілген 0 минус 0-дің квадраты тең болады 0-ге. f 0-дің туындысы 4x минус x квадраттың туындысы тең болады 4 минус 2x. Ары қарай 4 минус 2-ні 0-ге көбейтсек 0 болады, тең 4-ге. y тең 0 плюс 4 x минус 0 тең болады 4x минус 0.
яғни бұл 4x'ге тең. Келесі b. f 4-ті табамыз. 4 көбейтілген 4 минус 4-тің квадраты. 4-ті 4-ге көбейтсек бізде 16, 4-тің квадраты 16, мұнда 0 шығады. f 4-тің туындысы, яғни бізде мұнда туынды 4 минус 2x шығады. Енді осының орнына қойып есептейміз. 4 минус 2 көбейтілген 4 тең болады минус 4-ке. Y тең 0 минус 4 көбейтілген x минус 4 тең минус 4 плюс 16. Да, минус 4x. Келесі 4-шісі. f от x тең 4x минус x квадрат минус 3. 4x минус x квадрат минус 3 тең 0-ге. Минус x квадрат плюс 4x минус 3 тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 16 минус 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген минус 1. Тең болады 4-ке. X біріміз минус 4 көбейтілген 2 бөлінген минус 2. Тең болады минус 4-ке. X екіміз мұнда азайтылған болады. Сонда минус 4, минус 2, минус 6 болады да, бөлген кезде 3 плюс 3 болады. Ал x екіміз минус 4 плюс 2 бөлінген минус 2 тең болады 1-ге. Енді a f бірінші x-тің орнына 3-ті қоямыз. Ол тең болады 4 көбейтілген 3 минус 3-тің квадраты минус 3. 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 3-тің квадраты 9, 12-ден 9 азайтсақ 3, 3-тен 3-ті азайтсақ бізде 0 болады. f 3-тің туындысы. Да 4x минус x квадраттан минус 3 туынды тауып алайық. 4 минус 2x болады. Әрі қарай бізде x-тің орнына 3-ті қойсақ минус 6 болады. Тең минус 2-ге. Енді формула қойсақ 0 минус 2 көбейтілген x минус 3 тең минус 2x плюс 6. Келесі b. f1 тең болады 4 көбейтілген 1 минус x-тің квадраты минус 3. Мұнда x-тің орнында 1 бар, 1-дің квадраты. Мұнда түсініксіз кетті. 1-дің квадраты. 4-тен 1-ді азайтсақ бізде 3 болады, 3-тен 3-ті азайтсақ 0 болады. Келесі f1-дің туындысы, яғни бізде 4x минус x квадрат минус 3-тен туынды 4 минус 2x шыққан болатын. 4 минус 2 көбейтілген 1 тең болады 2-ге. Y тең 0 плюс 2 көбейтілген x минус 1 тең 2x минус 2. Келесі 43-те 4-ші есеп. Мұнда бірінші берілген f от x тең 1 минус x квадрат. Мұнда айтады, ордината өсімен қиылысу нүктелері арқылы y тең f от x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар дейді. Яғни f 0 деп алып, мұнда x-тің орнына 0-ді қоямыз. Бұл тең болады 1-ге. Яғни y-іміз тең 1-ге. Келесі екіншісінде fx тең x квадрат минус 3-ке. Мұнда да f 0 деп алып, 0-дің квадраты минус 3 тең болады минус 3-ке. Яғни y-іміз тең минус 3-ке.